Сәлем достар. Бүгін біз ерекше және өте қызықты индонезиялық фильмді қарастырамыз. Тыйым запретная дверь. Барлығы жиналғаннан кейін кешкі ас ішейік. Индонезиядан келген табысты жас суретші Гамбия жүкті әйелдердің мүсіндерінің арқасында танылды. Кейбір мүсіндер қорқынышты болып шығады, бірақ олар өнер сүйер қауым арасында одан да көп сұранысқа ие. Гамбия өзінің алғашқы көрмесін өткізетін күн келеді, және оның мүсіндері бай сатып алушыларды тағы да таң қалдырады. Бірақ мойындауға қарамастан жігіт өзін жақсы сезінбейді. Ол тіпті жалғыз қалу үшін сыртқа шығады. Толияда суретшінің әйелі оған не болғанын білу және күйеуін қолдау үшін келеді, бірақ Гамбия қыздан тек оның көңіл күйін не бұзғанын түсіндірмей кешірім сұрайды. Келесі күні таңертең Толияда анасымен ашық сөйлесіп, сүйікті күйеуіне таңғы ас дайындайды. Әйел жігіттің мәселелерін талқылайды, және олардың әңгімесінен Гамбияның балалы бола алмайтыны анық, және бұл оны үнемі қайғыға батырады. Суретшінің өзі таңғы асқа келгенде, әйелдер тақырыпты өзгертеді, және таңғы ас кезінде компаниялар күннің әдеттегі жоспарларын талқылайды. Кенеттен есік қоңырауы естіледі. Гамбия ашқан кезде ешкімді көрмейді, және оның үйіне қарама-қарсы асфальтта ғана көмек сұрайтын жазу пайда болады. Жігіттің күні әдеттегідей өтеді. Ол достарымен теннис ойнап, үйге қайтады. Бірақ бұл жолы ол Толияданың бірнеше жыл бұрын, олар әлі үйленбеген кезде, одан қалай жүкті болғандығы туралы естеліктермен тағы бір рет жабылады. Содан кейін қыз некесіз бала туғысы келмеді, және күйеу жігіттің барлық көндірулеріне қарамастан Толияда жүктілікті тоқтату туралы шешім қабылдады. Қалыңдықтың шарттарына келісіп, Гамбия оны жеке өзі ауруханаға апарды, және процедура кезінде ол палатаның жанында отырды. Бәрі аяқталғаннан кейін Толияда оған пакетпен шықты. Онда дәрігер оған жаңа туған нәрестенің денесін берді. Осылайша ерлі зайыптылар оны өз қалауы бойынша басқара алады. Үйде Толияда күйеу жігітке біртүрлі өтінішпен жүгінді. Ол одан баласын сақтап қалуын және жүкті әйелдің мүсінін жасауды өтінеді. Ол қалдықтарға арналған ыдыс болады. Гамбия мұның ақылсыз екенін түсінеді, және ол алдымен жаман идеядан бас тартады. Бірақ Толияданың сөзбе-сөз есінен танып жатқанын көріп, жігіт оның оғаш тілегін орындауға келіседі. Бірнеше күн бойы суретші мүсін жасайды, және соңында ол туылмаған баласының ішіне жасырады. Біраз уақыттан кейін олардың ескі досы жастардың үйінде пайда болады, және мүсін оның назарын аударады. Ер адамның өзі оған не ұнайтынын түсіндіре алмайды, бірақ көзін жұлып алуы мүмкін емес. Гамбия қалыңдыққа досының реакциясы туралы айтады, және ол суретшіні осындай жүкті мүсіндердің тағы бірнешеуін жасауға көндіреді. Бұл жігіт көп клиенттерді тартуға үміттеніп келіседі. Бірақ қыз бұл жай мүсіндер емес, олардың әрқайсысында эмбрион болуы керек деп талап етеді, өйткені оның пікірінше бұл оларды тартымды етеді. Неліктен екенін түсінбестен, Гамбия талайдаға мойынсұнады. Енді ол күн сайын мүсіндер жасайды. Ал түнде жігіт үзілістен кейін эмбрион пакеттерін сатып алу үшін клиникаға барады. Мүсіндер таныла бастайды, және көп ұзамай олардың бәрі сатылып кетеді. Бұл жігітке бос қойма мен өзінің ұлылық сезімін қалдырады. Күйеу жігіттің жетістігін көріп, Толияданың әкесі үлкен көрме залы салып, оны суретшіге береді. Жалғыз қызымен некеге тұруға келісімін беріп, жігіттің менеджері болады. Гамбия ерекше мүсіндер жасауды жалғастыруда. Бірде кездейсоқ затты тастағаннан кейін, суретші оны алу үшін шкафты итеріп жіберуі керек, ал оның артында ол бұрын білмеген жасырын есікті табады. Құлыпты сындыру шықпайды, ал Гамбия есікті сындырмақшы, бірақ сол кезде оның әйелі пайда болады. Ол суретшіден мұны жасамауды сұрайды, әйтпесе олар ажырасуға мәжбүр болады, және енді бір-бірін ешқашан көрмейді. Әрине, мүсінші тағы да Толиядаға мойынсұнып, жұмысына оралып, есікті жалғыз қалдырады. Сонымен қатар, еденде бір жерде ата-анасынан жақсы шыққан байланысты бала жатыр. Ол Гамбия үйінің жанындағы асфальтта жазба қалдырған, бірақ жігіт оның көмегіне кім мұқтаж екенін ешқашан түсінбеді. Келесі күні Гамбия кафеде болжамды печенье алады, және оның жазбасы жігітті жазуды еске түсіреді. Ол айналасына қарап, сол сөздерді көреді, бірақ қазірдің өзінде қала орталығындағы жарнамалық стендте Гамбия дәл осы сызықтарды теннис сөмкесіндегі қағаз сынықтарынан табады. Ал жігіт достарынан ақымақ еркелікті мойындауды талап етеді, бірақ олардың ешқайсысы бұл не туралы екенін түсінбейді. Осы кезде суретші оған есіктің артынан қарап тұрған баланы байқайды, бірақ ол жас жігіттен білуге тырысқанда неге ол осында, бала қашып кетеді, және Гамбия оны еш жерден таба алмайды. Осы уақытта бізге қауіпсіздік камерасынан жас жігіттің ата-анасынан қандай сынаққа ұшырағанын көрсететін хабар көрсетіледі.
Гамби шындықты білуге тырыспайды, және ескі плакаттың астында ол қайтадан көмек сұрайды. Тек осы жолы Хиросей сөзі жақын жерде жазылған. Қалада осындай атаумен ғимарат бар екенін есіне алып, Гами сол жерге келеді. Бірақ әкімші қыз қонақтың сұрақтарына жауап бермейді, және күзетшілерден оны есіктен шығаруды сұрайды. Бұл кіреберіс тек жабық клуб мүшелері үшін екенін түсіндіреді. Гамби алысқа бармайды және белгілі бір себеппен қарауды шешеді. Бірнеше сағаттан кейін ол досы Дэн Дангтың Хиросейге кіріп, біраз уақыттан кейін қайтып келе жатқанын көреді. Суретші досын қуып жетіп, оған клуб туралы айтуды сұрайды. Бірақ Дэн оның ішінде не болып жатқаны туралы ақпаратты жариялай алмайтынын түсіндіріп, жауап беруден бас тартады. Содан кейін Гамби ішке кіріп, шындықты білу үшін клуб мүшесі болуды шешеді. Ол барлық қажетті сауалнамаларды толтырады. Содан кейін оған теледидары бар жеке бөлме және оған қызықты реалити шоуды таңдауға болатын бағдарлама беріледі. Арналардың бірінде жігіт жалғыз кесте тігетін кемпірді көреді. Ал екіншісінде мүсінші теннис кортында көрген бала пайда болады. Біраз уақыт бала камераға үнсіз қарайды, бірақ содан кейін кадрда анасы пайда болады. Ол ұлына мейірімділікпен қарамайды. Ал Гамби мұндай көрініске төтеп бере алмай теледидарды өшіреді. Көшеде досымен кездескеннен кейін Гамби түсініктеме талап етеді, бірақ Дэн оған тек не болып жатқанына әсер ете алмайтындығын және тек оғаш сюжеттерді көруге болатындығын айта алады. Суретші баланың үйін тауып, оны құтқаруды шешеді. Ол үшін ол клубтағы бөлмесіне үнемі барып, баланың жақын ата-анасынан алыстап бара жатқанын көреді. Қарағаннан кейін әр жолы мүсінші ілмектерді табуға тырысады, бірақ ол баланың орналасқан жеріне бір қадам жақындамайды. Тағы бір көрмені өткізетін уақыт келді, және әдеттегідей, презентация минутында мүсіндерді сататын көптеген көрермендер залда жиналады. Адамдардың жанынан өтіп бара жатып, Гами жиналғандардың барлығы бір баланы талқылап жатқанын түсінеді. Яғни олардың барлығы Хиросей клубының мүшелері. Мушин бірі соңғы эфирде анасының баланы суға батырғанын көргенін және енді кейіпкердің тірі екеніне сенімді емес екенін айтады. Бірақ екінші қонақ оны сценарий бойынша электр тогының көмегімен аяқталады деп сендіреді. Мұны естіген Гамби үзіліп, көрмеден қашып кетеді. Ол Хиросқа келеді үшін және бөлмеде өз орнын алғаннан кейін, суретші жігітті тірі және жарақатсыз көремін деген үмітпен теледидарды қосады. Бақытымызға орай, бала экранда пайда болады және таңқаларлықтай ол өте сабырлы болып шығады. Бірақ бірнеше секундтан кейін оның тыныштығы жақсылыққа жетпейтіні белгілі болады. Ол пышақты алып, ата-анасының жатын бөлмесіне барады. Онда ол өзінің сынақтарына нүкте қояды. Мүсінші балаға да оның ата-анасына да көмектесе алмайтынын түсініп, есіне түсуге тырысып жатқанда, жігіт өз өмірімен қоштасуға тырысады. Гамби ашуланып, өзін үйініске көмектесе алмаған үшін ұрсады. Бірақ күш жинап, ол теледидарлық бағдарламаны тексеріп, қызықты жаңа арнаны табады. Онда мүсінші анасы мен Талиядасын көреді. Әйелдер ас үйде жұмыс істейді, және Гамбияның бедеулігін тағы да талқылайды. Содан кейін жігіттің анасы келініне күйеуінің достары сияқты басқа біреуден босану керек екенін айтады. Қыз қайыненесінің мұндай ұсынысын ренжітпейді, және ол Дэнмен бірге түн өткізеді. Бірақ бұл ең қорқынышты емес. Гамби көрген келесі сюжет оған әйелінің әкесінің айтқанын көрсетеді. Суретшінің бизнесін алып, одан құтылғаннан кейін ақшасын бөлісуді армандайды. Толияда оны ешқашан жақсы көрмегенін және басқалар сияқты оның атағы мен ақшасын алғысы келетінін түсінген, Гамбия барлық сатқындардан бірден кек алу жоспарын дайындайды. Клубтан шыққаннан кейін суретші барлық туыстары мен достарына қоңырау шалып, оларды Рождество қарсаңында бірге өткізуге шақырады. Осыдан кейін жігіт бөшке сатып алып, керемет кеш дайындайды. Гамби үйін ерекше әдемі безендіреді, және оның үстелі тәттілерден тұрады. Жігіт қонақтарды қуанышпен қарсы алады, оларды құрметті орындарға отырғызады. Барлығы бір жола босаңсыған кезде мүсінші ас үйге шарап алу үшін кетеді. Оған кештің негізгі бөлігіне өту үшін сал ауруын қосады. Барлық қонақтар сал болып қалады. Олар айналада болып жатқанның бәрін көреді және естиді, бірақ қозғала алмайды. Музыканы қосып, үй иесі пышақ алып, қонақтан қонаққа бара бастайды. Барлығына экран арқылы ашылған барлық зұлымдықтарды еске түсіреді. Тірі жігіт әйелін ғана қалдырады, оған мылтық дайындайды.
Осы уақытқа дейін Телаида сөйлей алады, және ол жұбайынан шкафтың артындағы есіктің құпиясын ашуға уәде беріп, өмірін сақтап қалуын сұрайды. Жігіт бір сәтке күмәнданады, бірақ содан кейін ол жұбайының опасыздығын есіне алады. Ол туралы біліп, суретші қызды аямай атып тастайды. Осының бәрінен кейін мүсінші құпия есікке барып, оны балтамен сындырады. Жігітті таң қалдырған үшін, ол оны ата-анасымен сәттілікке жетпеген және соңғы апталарды бақылап отырған бала тұрған бөлмені көреді. Осы уақыт ішінде Гамбенің өзі, дәлірек айтсақ, оның балалық шақтағы естеліктері сол бала екені белгілі болды. Бала кезінен ата-анасымен қарым-қатынас жасағаннан бері Гамби психиатриялық клиникада тұрады және ол ешқашан мүсінші болған емес. Мұның бәрі оның кейде оқуға берілетін газет мақалаларынан жиналған қиялдары болды. Сондай-ақ, журналист Ранимен кездескеннен кейін ойлап тапқан әйелі және клиникада тәртіп сақшысы болып жұмыс істейтін достары да қиял болды. Бірақ Hiro Says шын мәнінде бар. Тек ол ешқашан клуб болған емес, және көптеген жылдар бойы психикалық науқастарға арналған клиника болды. Бұл ерекше фильм аяқталады. Достар, түсініктемелерде осы фильм туралы не ойлайтыныңызды жазыңыз.